Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз электр желісі және оларға қызмет көрсету пәні бойынша дәрісімізді бастаймыз. Алдымен өзімді таныстырып өтейін. Сафия Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің аға оқытушысы Қабдешева Гүлжан Қабдешқызы. Бұл пәнде біз жалпылама электр желісі мен жүйелерінің негізгі параметрлері мен оларға қызмет көрсету саласы, жөндеу жұмыстары, сонымен бірге электр желілерінің конструктивті орындалу принциптері мен тіректер туралы, оқшаулатқыштар туралы, электр сымдарының түрлері, олардың қимасын таңдау, жүргізу жұмыстары, техника-экономикалық шығындарды есептеу, жобалау процестермен осы пәннен біз оқып үйренеміз. Енді әрмен қарай дәрісімізді бастайық. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы электр энергиясын жеткізу және тарату, жалпы сипаттамасы, негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Бұл дәрісте біздер негізгі алғашқы дәрісіміз болғандықтан жалпы электр желісі мен жүйесінің негізгі сипаттамаларымен толығырақ танысамыз. Дәрістің басты мақсаты электр энергиясын тұтынушыларға, электр қабылдағыштарға сенімді сапалы түрде жеткізумен, оның құрылымдарымен танысу. Соған орай, бүгінгі дәрісімізде қарастырылатын сұрақтар электр желісінің құрамдас бөліктері мен және электр желілерінің жіктелуін қарастырамыз. Себебі әрбір өндірісте, мұнай газ саласында, өнеркәсіп орындарында ешбір технологиялық процестер электр энергиясыз басқарылмайды, жүзеге асырылмайды. Ол бәрімізге белгілі. Сондықтан электр энергиясын жеткізу тарату бұл өте үлкен күрделі процестің бірі болып табылады. Соған орай біз электр энергиясын жеткізу мен тарату, яғни электр станциясынан шыққан электр энергиясы мен тұтынушылар арасындағы күрделі процестермен бүгінгі сабақ барысында танысамыз. Сабағымызды жалғастырайық. Электр желісінің құрамдас бөліктерінің негізгі қатарын жіктеп шығайық. Бұл жерде біз өндіру процесі, демек электр энергиясының электр станцияларында өндірілу процесін айтамыз. Тарату процесі, тасымалдау процесі бұл электр тарату желілерін құрайды, яғни электр энергиясын тұтынушыларға дейін, тарату пункттеріне дейін және алыс қашықтықтарға жеткізу болып табылады. Кеңірек ашық түрде айтатын болсақ, электр желісінің құрамдас бөліктерінің негізгі қатарына генерация көздері, яғни өндіру процесін жатқызамыз. Электр станциясында өндірілген энергия көзі трансформаторлық қосалқы станцияларға келеді. Бұлар электр тарату желілері арқылы. Бұл трансформаторлық қосалқы станцияда энергия көздері түрлендіріліп, трансформацияланады, яғни жоғарғы кернеуге және төменгі кернеуге түрленіп, электр тарату желілері арқылы таратушы пункттерге, электр қабылдағыштарға және тұтынушыларға жеткізіледі. Демек, біздің негізгі міндетіміз электр энергиясын тұтынушыға сенімді, үздіксіз және қажетті сапада жүргізу болып табылады. Келесі слайдқа өтеміз. Енді электр тарату желілері. Бұл осы электр желісі мен жүйесі және оларға қызмет көрсету пәнінің негізгісі болып табылады. Бұл электр энергиясын жоғарғы кернеуден төменгі кернеуге түрлендіріліп, оны тұтынушыларға дейін жеткізетін инженерлік инфрақұрылым. Демек, біз жалпылама электр тарату желілері деп айтамыз. Электр станциясынан шыққан электр энергия көзін тұтынушыға дейін жеткізу барысында. Дегенмен, бұл электр тарату желілерінің қатарына айталық әуе желілері, ол енді тірек арқылы жүргізілген сымдар болып табылады. Және кабельдік желілер, бұлар алыс қашықтықтарға жер асты арқылы жүргізілетін сымдар болып табылады. Осы аталғандардың барлығы да электр желілерінің құрамдас бөліктерінің бірі. Енді алдарыңызда мен шағын видео көріністі ұсынғым келіп тұр. Бұл видео көріністе біздер осы электр энергиясын
электр тарату желілері арқылы қалай жүргізілетінін көруге болады. Көріп отырсаңыздар, алдарыңызда темір бетоннан жасалған электр тарату желілері осы бағытта тұтынушыларға дейін, таратушы пункттерге дейін таратылады, тасымалданады және жеткізіледі. Ары қарай. Енді электр желісінің құрамдас бөліктерінің қатарына бана алдыңғы слайдта айтып өткеніміздей қосалқы станциялар. Бұлардың маңыздылығы өте зор, себебі электр станциясынан келген энергия көзін осы қосалқы станцияда кернеуді түрлендіріп, тарату, қорғау функцияларын атқаратын қосымша электр қондырғылардың жиынтығынан тұратын нысандардың қатары болып табылады. Демек, қосалқы станцияның басты мақсаты электр энергиясын алыс қашықтыққа тиімді, аз шығынмен жеткізу үшін және жоғарғы кернеуге түрлендіріледі. Ал егер де тұтынушыға жеткізер алдында, ол қауіпсіз деңгейге дейін төмендетіледі. Енді жоғарғы кернеу бұл аз ток, яғни аз шығын. Біздің басты мақсатымыз тұтынушыларға шығынсыз электр энергиясын тасымалдау. Дегенмен, төменде кестеде көрсетілген мысалға қарайтын болсақ, электр станцияларында 10-20 киловольт өндірілетін кернеудің деңгейі. Жоғарғы кернеуге түрлендіру барысында 110-220 киловольт алыс қашықтықтарға шығынсыз тасымалдау үшін. Және төменгі кернеуде қауіпсіздік және құрылғыларға сәйкестендіру үшін 10 киловольттан 0,4 киловольтқа дейін түрлендіруге болады. Енді электр қондырғылар, бұлар қосалқы электр станцияның құрамдас бір бөлігі деп айтсақ та болады. Дегенмен бұл электр қондырғылардың қатарына айталық коммутациялық аппараттар, ажыратқыштар, айырғыштар, бөлгіштер, қысқа тұйықтағыштар, қорғаныс аппараттары, сақтандырғыштар, асқын кернеуден сақтайтын құрылғылар, ОПН құрылғылары, разрядтауыштар, ток трансформаторлары айталық, өлшеуіш трансформаторлары, кернеу трансформаторлары. Бұл құрылғылар осы электр энергиясын таратуда өзіндік функциясын атқаратын құрылғылардың бірі болып табылады. Ал электр энергиясын тұтынушылар және қабылдағыштар бұл электр энергиясын өндірістік, тұрмыстық және басқа да мақсаттарда пайдаланатын қондырғылардың қатарына жатады. Яғни өз бойына электр энергиясын тұтынатын электр қабылдағыштар деп немесе тұтынушылар деп айтамыз. Келесі слайд. Таратушы құрылғылар бұл да электр желісінің құрамдас бөліктерінің қатарына жатады. Электр энергиясын әртүрлі желілер мен тұтынушыларға бағыттайтын, қорғайтын жабдықтардың кешені болып табылады. Бұлардың қатарына айталық ашық тарату құрылғыларын, жабық тарату құрылғыларын жатқызуға болады. Енді электроэнергетикалық жүйе, бұл да электр желісі мен жүйесінің негізгі бөлімдерінің бірі болып табылады. Бұл үлкен жүйе. Бұл электр энергиясын өндіру, жеткізу, тұтыну процестерін үздіксіз орындайтын өзара байланысқан электр станциялар, желілер мен қосалқы станциялардың кешені. Яғни, қысқаша айтатын болсақ, электроэнергетикалық жүйеде электр станциядан шыққан электр энергия көзін тұтынушыға дейін жеткізу процесін басқаратын, орындайтын бөлігін электроэнергетикалық жүйе деп айтамыз. Сонымен бірге, аталған электроэнергетикалық жүйе электр желісін басқарып отырады, яғни оның басқару процесіне орталықтандырылған диспетчерлік басқару, бұлардың бастапқы міндеті тиімділікті арттыру. Яғни бүкіл электроэнергетикалық жүйені бір орталықтан диспетчерлік басқару, бақылау болып табылады. Демек, қандай да болмасын апаттарды болдырмау және олардың алдын алу болып табылады. Энергия ағындарының тұрақтылығы бұл желі ішіндегі энергия ағындарының тұрақтылығын қамтамасыз ету, дегенмен электрмен жабдықтау жүйесінің қауіпсіз, қандай да болмасын апаттарға ұшырамауын қамтамасыз ету қажет. Ал келесі электр желісін басқару, бұл енді қуат теңгерімі, жүйе ішіндегі қуат теңгерімін сақтау. Бұл не деген сөзді білдіреді? Бұл қандай ұғымды білдіреді? Мысалмен түсіндіретін болсақ,
қандай да болмасын бір тұтынушы электр қабылдағыш 100 киловатт қуатты тұтынатын болса, жел ішіндегі шығын 10 киловатты құраса, онда электр станциядан шығатын энергия қуаты 110 киловатта болу керек. Яғни жел ішіндегі қуатта қандай да болмасын жетіспеушілік, шығын, басқа да апатты жағдайларды болдырмауымыз қажет. Ол осы жүйенің барлығын басқаратын электр энергетикалық жүйе болып табылады. Келесі энергетикалық жүйе, бұл электроэнергетикалық жүйеден айырмашылығы, бұл жерде тек қана электр энергия бөлімі емес, сонымен қатар жылу энергиясын өндіру, оны түрлендіру болып табылады. Қазір осы айтылған электроэнергетикалық жүйе мен энергетикалық жүйенің түсінігін алдарыңызда көрініп тұрған қарапайым сызбадан көруге болады. Алдарыңызда электрмен қамтамасыздандыру жүйесінің қарапайым сызбасы көрсетілген. Электростанциядан шыққан энергия көзі тұтынушыға дейін баратын процесті біз электр тарату жүйелері деп айтамыз. Сонымен бірге қосалқы станциядан жабдықталған, ол міндетті түрде, себебі біз кернеуді жоғарылатып және төмендетуіміз керек, яғни трансформациялау процесі жүреді. Одан кейінгі бөлікті қарап отырсаңыздар, генератор, яғни генерация көздерінен тұтынушыға дейінгі аралықты, яғни біз сол бөлікті электроэнергетикалық жүйе бөлігі деп айтамыз. Сол аралықты электроэнергетикалық жүйе болып табылады. Ал енді алдыңғы қатардағы бөлімге көңіл бөлетін болсақ, бұл жерде жылу энергиясын өндіру, түрлендіру процесі. Яғни сол жылу энергиясынан бастап таратушыға дейінгі аралықты энергетикалық жүйе деп айтамыз. Демек, электр энергиясы мен жылу энергиясын өндіруді, жеткізуді, таратуды, тұтынуды қамтамасыз ететін нысандардың өзара байланысы болып табылады. Қосымша түрінде, сызбадан бөлек сурет түрінде көріністі ұсынамын сіздерге, құрметті тыңдаушылар. Бұл жерде енді қарапайым, өздеріңіз көріп отқандай, генерациялау көздерінен қосалқы трансформаторлық қосалқы станция электр тарату тіректері арқылы тұтынушыларға электр энергиясын таралу процесін көріп отырмыз. Енді бұл торап түрлеріне тоқталатын болсақ, деңгейіне тоқталатын болсақ, кернеуіне тоқталатын болсақ, әрбір кернеу кластарына сай, кернеу кластары, яғни жоғарғы кернеуден төменгі кернеуге дейін түрленіп отыратын көз жеткізуге болады. Енді әрмен қарай біз айтып жатырмыз ғой, кернеу деңгейі деп. Енді міндетті түрде электр энергиясын таратуда біздер кернеу деңгейіне бөліп қарастырамыз. Жалпы кернеу деңгейі өзінің мәндеріне қарай, қолдану аймақтарына қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Енді төменгі кернеу, ортаңғы кернеу, жоғарғы кернеу, өте жоғарғы кернеу және аса жоғарғы кернеу. Бұл жерде сіздерге қысқаша ақпарат беріліп тұр. Мәндері бойынша, яғни төменгі кернеуде 0,4 киловольт кернеуді, ортаңғы кернеуде 6, 10, 20, 35 киловольтта, жоғарғы кернеуде 110, 220, 330 киловольтта, өте жоғарғы кернеуде 500-ден 750 киловольтта, және аса жоғарғы кернеуде 1150 киловольт кернеу шамасында өзіндік қолдану аймақтарында, яғни деңгейіне байланысты осы электр энергиясы, электр тарату жүйелері арқылы жүзеге асырылады. Жалпы біздер осы электр желілері мен жүйесіне қатысты басқа да элементтермен алдыңғы сабақ барысында толығырақ тағы да танысамыз. Кернеу деңгейлерінде толығырақ ашық түрде танысамыз. Ары қарай, енді дәрісіміздің екінші сұрағы бойынша электр желілерінің жүктелуі. Біз айтып жатырмыз, жалпы желілерді электр тарату желі жиынтығы деп, бірақ сол электр тарату желілері өздері жүктеледі. Яғни ашық желі бойынша тұйық желі, радиалды желі және магистралды желі. Алдарыңызда көріп отқандай, бірінші суретте бұл бізде тұйық желі, екінші суретте ашық желі. Яғни ашық желі дегеніміз бұл, яғни бір бағытта электр энергиясын
тарату желісі болып табылады. Ал тұйық желісі ол бір немесе бірнеше бағытта электр энергиясын тарататын желілер болып табылады. Бұлар яғни бір бағытта ақау болса, электр энергиясы екінші бағытпен берілуге мүмкіндігі бар сенімді электр желілерінің бірі болып табылады. Келесі желі бізде радиалды желі. Алдарыңызда қысқаша қарапайым сызбасы көрсетілген. Радиалды электр тарату желісі әрбір тұтынушы қорек көзінен жеке тармақталған желі арқылы қоректеледі. Яғни электр энергиясы бір ғана бағытта жүргізіледі. Демек, қорек көзінен немесе қосалқы станциядан шыққан энергия көзі бөлек тармақталған тұтынушыларға дейін жеткізіледі дегенді білдіреді. Қарапайымы құрылымы жағынан өте қарапайым, оңай, және арзан сызбаның бірі болып табылады. Ал қоректенуге келетін болсақ, егерде бір тармақтың бойында орналасқан тұтынушының желісінде қандай да болмасын бір ақау болатын болса, ол басқа тармақтағы тұтынушыларға еш әсер етпейді. Енді магистралды желілерінің жалпы сипаттамалары. Бұл радиалды желіге қарағанда күрделі желі болып табылады. Қорек көзінен тұтынушыларға дейінгі аралықта негізгі магистралды желіге бірнеше тұтынушылар жалғанады. Тармақтар бойынша жалғанады. Бұл желіде де электр энергиясы бір бағытта беріледі. Бір желі бойында, яғни бір нүктеде бірнеше тұтынушыларды жалғауға мүмкіндік беретін күрделі желілердің бірі болып табылады. Енді осы алдыңғы слайдтарда көрсетілген қарапайым сызбаларға қарап отырып, біздер бірінші суретте қандай сызба, екінші суретте қандай сызба көрсетілген анықтауымызға, айтуымызға болады. Демек, бірінші суретте бізде радиалды желісі көрсетілген, және екінші суретте ол бізде магистралды желі. Яғни бір негізгі магистралды желінің бойында бірнеше тұтынушылардың жалғанғанын көреміз. Әрмен қарай электр энергиясын тарату циклы жалпы біз енді осы электр желісі мен жүйесінің негізгі сипаттамаларын айтып таныстырып жатырмын. Соның ішінде тағы да қосымша айта кететін желілердің қатары бар. Бұл жерде қоректендіруші желілер, қоректендіруші тораптар деп айтамыз, таратушы желілер және жүйе жасаушы желілер. Енді осы желілерге қысқаша түсінікті түрде түсіндіріп айтып өтейін. Электр тарату циклдері бойынша, яғни қоректендіруші тораптар, бұлардың қай-қайсында барлықтарында принциптері бір, яғни өндіру, тарату, тасымалдау, жеткізу, тұтыну. Бірақ бұлардың бір-бірінен айырмашылығы кернеу кластарына байланысты, яғни қоректендіруші тораптарда ортаңғы кернеу мен жоғарғы кернеу деңгейінде қосалқы станциядан шыққан энергия көзі таратушы пункттерге жеткізіледі. Ал таратушы тораптар, таратушы желілер, бұлар өте қарапайым. Демек, бұлар тек қана төменгі кернеу шамасында трансформаторлық қосалқы станциядан түрленіп төмендетілген энергия көзі бірден соңғы таратушыға дейін барады. Енді қарап отырсақ, осы жерде салыстырмалы түрде сипаттамалар көрсетілген. Енді мақсаттары бойынша қоректендіруші желі айтып өткенімдей таратушы пункттерге немесе ірі тұтынушыларға жеткізіледі. Ал таратушы желіде энергияны соңғы тұтынушыларға, яғни үйлерге, қарапайым кәсіпорындарға тарату мүмкіндігі бар. Кернеу деңгейі бойынша ортаңғы кернеуде және жоғарғы кернеуде. Кейде енді 110 киловольтты да қамтиды. Ал таратушы желілерде төменгі кернеу және ортаңғы кернеуді қамтиды. Бұл желілерде алдыңғы слайдта айтылып өткеніміздей магистралдық радиалды желілермен қамтамасыз етіледі. Енді жүйе жасаушы желі бұл өте үлкен күрделі бүткіл электроэнергетикалық жүйенің негізгі қаңқасын құрайды. Яғни олар әртүрлі аймақтарды, жоғарғы кернеулерді, аса жоғарғы кернеулерді, электр станцияларын, қосалқы станцияларын байланыстыратын, біріктіретін электр тарату желісі болып табылады. Сонымен бірге, құрметті тыңдаушылар, біздер электр желісі мен жүйесінің негіздерімен таныса отырып, электр энергия көздің
тұтынушыларға жеткізу барысында біз негізгі талаптарды да білуіміз қажет. Олардың қатарына сапа, үзіліссіз жұмыс, сенімділік, тиімділік, қауіпсіздік талаптары орындалуы тиіс. Яғни сапа деп біз нені айтамыз? Бұл жерде кернеу мен ауытқудың тұрақтылығын қамтамасыз ету, яғни өзіндік нормативтік шегінде болуы. Сонда ғана біз сапаға қол жеткізе аламыз, сапалы электр энергиясымен қамтамасыз ете аламыз. Үзіліссіз жұмыс бұл электрмен жабдықтаудың тоқтаусыз болуын қамтамасыз ету, яғни бұл процестерде автоматтандырылған жүйені қолдансақ, біз үзіліссіз жұмысты қамтамасыз етуге, реле қорғаныстарын қолдансақ, үзіліссіз жұмысты қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз бар. Сенімділік апаттық жағдайда тұрақты жұмыс істеу, яғни резервтік көздерінің болғанын қадағалау. Тиімділік бұл техникалық және экономикалық шығындарды азайту, тиімді пайдалану, шығынсыз электр энергиясымен қамтамасыз ету. Және қауіпсіздік бұл енді персонал мен жабдықты қорғау. Құрметті тыңдаушылар, біздер бүгінгі сабағымызды қысқаша аяқтай отырып, электр желісі мен жүйесі бұл елдің экономикасы мен өмір сапасын қамтамасыз ететін негізгі инфрақұрылым. Басты мақсатымыз электр станциясынан өндірілген электр энергия көзін сенімді сапалы түрде тұтынушыларға жеткізу. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.